Өткен апта теория сабақ көргендеріңіз бар болса, кері байланыс беріп жүрсеңіздер. Аха, қазір түсінбей қалмаймыз ба деп айтқан ғой, практиканы сразу бастап жүрсек. Так, көрмедім дейді. Көрмегендер бар екен, ә? Бізде ютубтағы сабақ өшкен жоқ қой деймін, кажется. Сол ютубтағы сабақты бонус ретінде бүгін берсек болады. Негізі бірінші сол теория сабақты көріп, сосын бүгінгі сабақты көру керек еді да. Ну ладно, ничего страшного, кішкене түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Бірақ қазір сабақтың соңында аяқтап болғаннан кейін екі сабақты да салып беремін. Сол жерден көріп аласыздар. Теория практикасымен бірге болады. Так, запись бастым. Мен мына нені экран өшіріп қоя салайын. Сіздердің нелеріңізді, назарларыңызды бөлмеу үшін. Чисто сабаққа көңіл бөлсін деген мақсатта. Бисмилля, бастаймыз. Өткен сабақта айтқан болатынбыз, биржада не бар екенін, именно немен жұмыс жасаймыз, немен жұмыс жасамаймыз деген сияқты нәрселердің бәрін қозғаған болатынбыз. Яғни биржа, базар, базарда бізде әртүрлі тауарлар бар, өнімдер бар екен. Оның ішінде біз пайдаланатынымыз тек қана не екен? Акциялар екен, яғни саудалайтынымыз. Түсіндік, базардың ішінен біз өзімізге бір категория бөліп алдық, иә. Мысалы үшін сіз базарға барсаңыз, бизнеспен айналысатын болсаңыз, базардың ішінде определенный бір өнім сатуға фокус қоясыз. Сіз мысалы үшін мен киім де сатамын, продукт те сатамын, етті де сатамын деп айтпайсыз ғой. Сіз базарға барып, мен өзімнің точкамда мынаны ғана сатамын деген сияқты бір определенный затты таңдап аласыз. Дұрыс па? Дәл сол сияқты біз нені өткенде акцияны таңдаймыз деп айттық. Яғни акциямен айналысу фондовый рыноктағы сол ғана халал болып тұр пока деп айттық. Енді акцияны таңдадық, сонда біз биржада акцияны торговать етумен, алып сатумен айналысады екенбіз. Енді осы акцияға байланысты бірнеше нәрселер бар. Яғни акциямен торговать етудің бір жолдары бар да, пошаговый инструкциясы бар деген сияқты. Мысалы үшін сіз базардан товарды алуыңыз үшін бір оптовик іздеу керексіз. Сосын оды оптовиктен алу керексіз. Оның доставкасы бар, логистикасы бар, жеткізуіңіз бар, товардың бағасын есептеп қоюыңыз бар. Оны жаңағы қанша процент қоясыз деген сияқты арендаңыз бар, сондай нәрселер бар ғой. Яғни дәл сол сияқты акцияны торговать етудің бір жолдары бар, пошаговый жолдары. Сол жолдарын қазір айтып өтетін боламын. Біріншісі ол акцияның өзін тауып алу. Яғни қандай акцияға кіреміз? Акция дегеніміз ол компания. Өткен сабақта түсіндірген болатынмын. Компания деп, бір компанияның қандай да бір бөлігі, элементі. Сол компанияның бөлігін табу үшін бізге компания керек қой. Сол үшін біз акцияны іздеуді, бірінші очередь акцияны іздеуді үйренуіміз керек. Мысалы, іздеуді. Біріншісі акция іздеу. Мен почеркіме мән бермей қойыңыздар. Өз мектеп кезінен нашар. Білім почеркіға байланысты емес екен. Одан кейін екінші нәрсе, акция іздегеннен кейін осы акция халал ма, харам ба тексереді екенбіз. Яғни халал ма, харам ба, мынау келеді ма, рұқсат па или рұқсат емес па деген сияқты нәрселер тексереді екенбіз. Акцияның, сол компанияның халал, харамдығын қараймыз. Ол үшін біз компанияның несін қараймыз? Қарыздары 30%-тен асып кетпеген ба? 30%-тен асып кетпеген ба? Қарыз 30%-тен асып кетсе, онда уже опасный акция болып есептеледі, поэтому біз ондай акцияларды алмаймыз. Сосын өзінің жұмыс істейтін саласы қандай сала? Темекі өндіруші, алкоголь өндіруші, құмар ойындармен айналысушы, жаңағыдай порноиндустрияға кірмейтін, сондай кәдімгі технология секторы болсын, медицинский технологий, андай чип жасайтын компаниялар, IT-мен айналысатын, искусственный интеллектпен айналысатын деген сияқты компаниялар көп қой. Яғни тек қана халал бағытта жұмыс істейтін, халалдан ақша табатын компаниялар болу керек біздің ең басты назарда. Сол компанияларды реттеп аламыз, халал харамға тексереміз. Одан кейін халал табысы
компаниялардың енді 100% халал болмауы мүмкін да. Мысалы өткенде Эйр Астананың несін мысалын келтірген болатын. Мысалы үшін Эйр Астананың ішіндегі өзі логистикамен айналысады, адамдарды тасымалдаумен айналысады. Вроде бы халал деп есептелінеді, но оның ішіндегі қарыздарын есептеген кезде 30%-тен көп болып кетуі мүмкін. Немесе жаңағы стюардессаларға беретін айлықтары, немесе сондай да бір қандай да бір шикіліктері болуы мүмкін. Немесе бизнес класс, жаңа премиум класстарында алкоголь, темекі сияқты өнімдер сатуы мүмкін деген сияқты. Яғни компанияға түсетін қандай да бір харам табыс мөлшерлері болуы мүмкін. Сондай табыс мөлшері 5%-дан асып кетпеу керек екен. Компанияны іздеген кезде именно осы халалға байланысты осы пункттарды міндетті түрде қарауымыз қажет екен. Одан кейін халал тексеріп алдық. Яғни біз не істеп жатырмық, мынандай акцияны воронкадан өткізіп келіп жатырмық қой. Воронка бар ғой анау. Су, сүт құятын воронка. Вот сондай воронкадан өткізіп келіп жатырмық. Яғни бара-бара, мысалы үшін мына жерден 1000 компания шықса, 1000 компанияның ішіндегі, мысалы үшін 10-ы халал болды деп есептейік. 10-ы халал, қалған 100-ы халал, ладно. Қалған 900-і харам болып қалды, яғни өтпей қалды. Сол 100 халалды енді біз не істейміз? Бағасы қазір қандай бағада тұр? Арзан ба, қымбат па деген нәрсеге көңіл бөлеміз. Ол үшін біз технический анализ жасаймыз. Яғни бірінші біз фундаментальный анализ жасап алдық. Фундаментальный анализ жасаған кезде компанияны зерттедік, немен айналысады, қандай өнім өндіреді, инвесторлары кім, өзінің жаңағы инсайдерлері сауда жасап жатыр ма, қанша штуктан ұстап отыр өзінің акцияларын деген сияқты. Акцияларының көп бөлігін кім ұстап отыр, инвесторлар ма, инсайдерлар ма деген сияқты нәрселердің барлығын толық қараймыз. Одан кейін сол компанияның технический анализіне өтеді екенбіз, теханализі. Теханализі бізге қандай сұраққа жауап береді? Мысалы үшін фундаментальный анализ бізде не сатып аламыз дегенге жауап беретін болса, техникалық анализ қай жерден сатып аламыз, яғни қандай бағадан сатып аламыз, қандай бағадан сатамыз деген сұрақтарға жауап береді екен. Түсінікті, иә? Ал сіздер мысалы үшін Инстаграмда, Ютубта, тағы не, Телеграмда көріп жүрген тегін сабақтардың бәрінде тек қана осы технический анализ, яғни свечалар ғана көрсетіледі. Бірақ суинг трейдингте, халал трейдингте байқасаңыздар, біз технический анализға жетпес бұрын мына екі нәрсені істеп алуымыз керек екен, орындап алуымыз керек екен. Бұл екі нәрсеге көбісі мән бермейді. Одан кейін өткендегі айтқан тағы да бір маңызды нәрсе брокер, иә. Өткен сабақта да айттым, прямой эфирде де айттым. Яғни брокер мәселесіне тоже қарау қажет. Біздің жасап жатқан трейдингіміз халал болу үшін. Енді теханализді барлығы осы теханализ бойынша іздейді, стратегия іздейді, бір күшті метод іздейді, индикатор іздейді деген сияқты. Енді теханализді біз акцияның бағасы арзан ба, қымбат па, алуға стоит па, не стоит па деген сұрақтарға жауап береміз. Одан кейін ғана біз не істейміз? Индикатордан қараймыз. Яғни сіздерге біреу бот ұсынып жатса, мен күшті индикатор білем, индикатор сатып ал деп жатса, сіздер осындай нәрсеге алданып қалмау керексіздер. Себебі индикатор бұл самый последний пункт. Индикатор ол тек қана былайша айтқанда робот. Сіздің мысал үшін ақшаңызды робот басқара алмайды. Себебі акцияға, себебі рыноктың жағдайына, макроэкономикаға, мысалы үшін Трамп не айтады, жақсы сөз айтты ма, жаман сөз айтты ма, кешегі мысалы Фрейстің шешімі болды, проценттің ставкаға байланысты не айтылды, оған индикаторға бәрібір. Индикатор ондай нәрселерге эмоциональный көзқарас жасай алмайды. Тек қана рыноктың өсу құлауына байланысты, қазір мен технический анализ ашамын графигін, сол кезде соған байланысты ол не істейді, сигнал береді да, сатып ал, сат деген сияқты. Или сіз ақшаңызды сатып қоясыз, боттар сатып алып, сатып отырады. Бірақ олар макроэкономикада болып жатқан ситуацияларға сол моментте реагировать етіп үлгермейді. Сондықтан индикаторлардың көбісіне сеніп қалу, чисто индикаторға сеніп қалу, ол дұрыс емес.
ол дұрыс емес. Себебі сіздің ақшаңыздың жауапкершілігін 100% индикатор атқара алмайды. Тағы бір түсіндіре кететін нәрсе, риск менеджмент деген нәрсені адамдар былай ойлайды да, яғни определенный, естіп те жүрген шығарсыздар басқалардың сабақтарынан, 1-2 риск ұстау керек, 1-3 риск ұстау керек деген сияқты, иә. 1-1 риск, ең минимальный риск. Мыналардың бәрі ерунда болып қалады мынаның қасында. Неге? Себебі, қараңыздар, сіз любой акцияны таңдап сделкаға кіре алмайсыз. Любой акцияны. Себебі сізде риск ол кезде 100% болып тұрады, 100%. Сіз акцияның қандай компанияны екендігін білсеңіз, сізде риск уже азаяды. Яғни компанияларды іздеген кезде сізде риск азаяды. 90%-ке, например, да? Уже 100% емес, рискіңіз уже жақсы компания таңдап жатсаңыз 90% болады. Одан кейін компания халал ма, қарызы төмен ба, харам табысы жоқ па деп іздесеңіз, уже рискіңіз 70% болады, например, фундаментальный анализден кейін. Технический анализден кейін рискіңіз уже 40% болып қалады. Индикатордан кейін 30% болып қалады. Дұрыс па? Сонда қалған 20% рискті не істейсіз? Аллаға тәуекел етесіз. Вот 20% риск, қалған Аллаға тәуекел. Яғни біз бірінші амалдарымызды жасап аламыз, мынаның бәрін істеп аламыз, одан кейін ғана Алла тағалаға тәуекел етіп ақшамызды саламыз. Қазір басқалар айналысып жүрген трейдингта ол андай емес та, ол көзсіз риск. Яғни анализ, тек қана мына теханализ үйретеді да, 90% рискпен алады да сделкаға кіріп кетеді. Ондай трейдинг жасауға болмайды. Так, давайте енді жаңа технический моментпен индикаторларға кеп айтайын. Например, мен уже халалға тексеріп қойған, фундаментальный анализі жақсы 1-2 акцияны сіздерге сразу не жасап көрсетейін. Да? Анализ жасап көрсетейін. Мен қалай қараймын акцияларға. Так. Міне Shopify классы А деп тұр. Яғни Shopify деген акцияның өзінің қандай мықты екенін көрсетіп тұр. $121 акция. Біз дейтрейдинг жасамаймыз, біз тек қана swing трейдинг жасаймыз. Яғни ұзақ мерзімді алып сату. Ұзақ мерзім емес, негізі қысқа мерзім просто андай да, бір күннің бір торговый сессияның ішінде алып сатпаймыз, біз оны бірнеше торговый сессияда ұстаймыз. Сосын мен үнемі қараймын графикте бағаның қайда жүргенін. Мысалы үшін дейтрейдингте көбісі бір дневкадан бастайды да. Дневка 4 сағат, 1 сағат, 1 минут, 5 минут қарайды. Одан кейін 1 минут, 5 минутты қарасаңыздар, қазір міне рынок өте волатильный қозғалады. Міне қазір. Мына жерде эмоция ойнап кетуі мүмкін. Өте волатильный қозғалады. Қараңыздар, 1 минуттың ішінде қазір ана 5 минуттық қойдым. 5 минуттың ішінде свечалар бірінен кейін бірі не істеп жатыр, ауысып жатыр. Мынау 1 минуттық. Яғни бұл жерде сіз уже білмейсіз, мына картинада рыноктың қайда кетіп бара жатқанын біле алмайсыз. А мен стратегияны жоғары жақтан бастаймын. Мысалы үшін айлық таймфреймнен бастаймын. Неге айлық таймфреймнен бастаймын? Себебі мен полный компанияны зерттеп жатырмын. Мен инвестор сияқты ойлануым керек. Компанияның бір акциясын сатып алуым үшін компания қай жылдан бері жұмыс жасап жатыр, соған қарауым керек. 2016-дан бері жұмыс жасап жатқан компания 2016-да пайда болған, міне $2 бастаған, одан кейін құлаған, содан бері әлі өсіп келе жатыр. Яғни бұл мен бұны уже фундаментально зерттеп тастаған акциям ғой, бұл менің өте көп торговать ететін акциям да. Енді қараңыздар, фундаментальный жағы күшті болып тұр, и технический жағынан да мен көріп тұрмын, уже не ұзақ жылдар бойы тек қана өсуде, яғни аптрендте, бағыты өсу бағытындамыз. Енді бірақ айлық таймфреймдегі өсу бағыты все өсіп жатыр екен деп ала алмаймыз. Себебі бұл жерде бір свечамыз бір айдың қозғалысын көрсетеді. Мысалы үшін соңғы 3 ай бойы баға не істеп жатыр? Қысылып тұр, иә? Мына жерде кішкентай свеча болып тұр. Так, жақындатып көрсетейін сіздерге. Міне, қысылып тұр баға.
А, үлкен картинадан не түсінеміз? Мысал үшін тугистан сіздер картаны ашқан кезде бірінші общий Қазақстан шығады, иә, Қазақстан шығады. Сіз Қазақстанның солтүстігінде отыруыңыз мүмкін, немесе оңтүстігінде отыруыңыз мүмкін. Сонда біз үлкен таймфреймді ашқан кезде түсінеміз, акция қалай қарай бағытталып жатыр. Мысал үшін ол оңтүстігінен басталып солтүстікке дейін барып жатыр, яғни өсу бағытындамыз. Біздің бағамыз қазір солтүстікте жүр, яғни төмен қарай құлап кету вероятности бар. Бірақ картинамыз аптренд болғандықтан, глобальный аптренд болғандықтан, біз уже мына жерден кімнің компанияның жақсы екенін білеміз, өсуде екенін білеміз, фундаментальный анализі жақсы, яғни бізде компания неге ұмтылып жатыр? Өсуге ұмтылып жатыр. Міне уже бір рет құлап болған, өсуге ұмтылып жатыр. Сонда біз уже картинаны аша бастаймыз. Мысалы үшін тугистің картасын Қазақстанды былай ашасыз, одан кейін облыстар шығады да примерно. Яғни недельный таймфреймде біз уже облыстарды қараймыз. Міне облыстарда қалай қозғалып жатыр. Облыста тоже біз не көріп тұрмыз? Аптренд көріп тұрмыз мына жерде, дұрыс па? Міне мынандай аптренд көріп тұрмыз. Мына жерде ложный пробой болған, мынау аптренд. Аптренд өсіп жатыр, бірақтан да қазір не істеп тұр? Баға мынаны бұзғысы келіп тұрған сияқты болып тұр. Яғни кішкене құлағанның өзінде қараңыздар, міне егер мына қасына жақындататын болсам, свечаның құлаған бағыттарын, октябрьдің астында көріп тұрсыздар ма? Ноябрь 25-і жыл, яғни өткен жылы ноябрьден бастап не істеп жатыр? Компания құлап жатыр. Бірақ соңғы уақытта не істеп тұр? Консолидация болып тұр. Мен мына картинаны мен заранее айтып жатырмын. Қазір мен дневка таймфреймге барған кезде уже картина более ясная болады. Яғни дневка таймфрейм бізде уже не болады? Біздің қала болады ғой примерно. Мысалы үшін мен Шымкент қаласында отырмын. Мен картинаны былай ашамын да Шымкент қаласының графигін, картасын ашып қараймын. Сосын осы жерден түсінемін. Қазір менің тұрған жерім мынау. Міне. Қазір баға тұрған жер мынау 120 ғой. Сол 120-ны белгілеп аламын. 120-ны белгілеп аламын да, одан кейін мынау мен баға тұрған жер, точка А деп алайтын болсақ, точка А қайда ұмтылып жатыр? Мына жерде біз тренд сызамыз. Біз бір жылдан бері не істеп жатырық? Құлап жатырық. Мына жерде трендіміз былай құлап жатыр. Және осы жерден уровень сызамын. Өзі технический анализ үш қана нәрседен тұрады, иә? Свеча, уровень, тренд. Свеча, уровень, тренд. Осы үшеуін жаттап алсаңыздар, базовый нәрселер болды. Сіз уже трейдингтің любой түрімен айналысып кете бересіз. Мейлі ол дей трейдинг болсын, мейлі ол свинг трейдинг болсын, скальпинг болсын, инвестиция болсын, любоймен айналыса бересіз. Қараңыздар, мен не сыздым? Тек қана қазір бағыттар сыздым. Мен әлі уровеньсіз бастаған жоқпын. Даунтренд болып құлаған соңғы жылы, так, басқа неге өзгертейін? Даунтренд болып құлаған соңғы жылы. Мына жақта аптренд, үлкен картинада аптренд ұстап келе жатыр. Яғни үш бұрыштың ішіне қысылды, үш бұрышты жоғары қарай бұзып шықты. Бірақ мынау бұзып шыққан нәрсе не болып тұр? Мына жерде еще бізде консолидация болып тұр. Яғни бізде глобальный картинада аптренд, даунтренд, консолидация үшеуінің біріккен жері болып тұр. Қазір мынаны терминология бойынша түсіндіретін болсақ, бұл треугольникті жоғары қарай бұзып шықты, бағыт жоғары қарай, но қазір құлап жатырмыз. Локальный картинада құлап жатырмыз. Неге? Себебі консолидацияны до конца аяқтап кету керек. Задача, консолидация бар ғой, мынау консолидация. Так, мына консолидацияны, задача соны аяқтап кету керек. Әрі мынау консолидацияны аяқтаған, құлап жатқан нәрсеміз, бұл мына даун трендке ретест болып саналады. Бізде тренд тест ретесті білесіздер ма? Мысалы, любой трендке мысалы бұзып шыққан кезде бұзып шығады, ретест жасайды,
былай карап турган трендти бузуп шыккан кезде не істейді, бузуп шығады, ретест жасайды. Дәл сол сияқты қазір не істеп жатыр, бузуп шықты, ретест жасап жатыр. Сонда ретест жасап келген кезде акция мына точкадан, бұл глобальный аптренд қой, яғни мықты болып тұр. Сол мықты болып тұрған жерден барып өскен кезде бұл жоғарғы бағаларға дейін кетеді. Қазір енді сол қай бағаларға баратынын анықтаймын. Яғни мен уровеньді енді сызамын. Міне задача консолидацияның төбесін бұзу. Бірінші мынаны бұзу. 134 деген бағаны. Оны бұзып өтсе, одан кейін мына бағаға дейін барады. Оған дейін мына жерде тағы бір уровень тұрмын. Бұрын сопротивление болған, кейін зеркальный, еще гэппен жалғаған, яғни өте мықты уровень болып тұр мына жердегі. 2-3 рет гэп болған міне. Сопротивление уровень просто мықты екенін дәлелдеп тұр. Мына жақта дистрибуционный свечаның зеркальный болып тұр. Мына жерде гэп уровеньдер болып тұр. Мына жерде поддержка уровенінің қызметін атқарып тұр. Мына жерде тағы гэп уровень болып тұр. Гэп уровень болып бұзып кеткен, яғни осы бізде ең мықты не болады екен, уровень болады екен. Сонда енді қараңыздар, қазір бағамыз құлап келе жатыр дедім, я. Именно қай жерге келе мүмкін? Мен уровеньдерді сызған кезде нені анықтаймын бірінші очередь? Уровень не үшін сызамыз, білесіздер ма негізі? Не үшін сызамыз уровеньді? Экранды қарап өзгертейінші. Жақсы көріну үшін. Баратын жағын анықтау үшін. Тек баратын жағын ба? Құлайтын, көтерілетін жағын. Тағы қандай варианттар бар? Сатып алу нүктесін анықтау үшін бе? Дұрыс. Сатып алу және сату нүктесін анықтау үшін. Яғни біз уровеньнан и сату нүктесін, и сатып алу нүктесін, и стоп-лоссты қоятын жер бәрін осы уровеньнан анықтаймыз. Трендтеріміз ең главный бағыттарды анықтап береді бізге, қайда ұмтылып жатырық, кім басым. Өзі бізде рынокта екі ойыншы бар ғой, продавец, покупатель, сатып алушы және сатушы. Любой рынокта екі ойыншы бар. Ол базар болсын, ол магазин болсын, бәрінде сатып алушы бар, сатушы бар. Рынокты қозғап атқан, ақшаны қозғап атқан солар. Яғни олардың күші қайсысы мықты екенін білу үшін біз просто терминология қолданып жатырмыз да, аптренд, даунтренд, консолидация деген сияқты. Аптрендіміз сатып алушылардың бағыты, яғни бағаны көтеру. Сатушылардікі құлату. Былайша айтқан кезде сату, яғни сату, олар құлатады. Қымбаттан сатады да құлатады. Бұқалар, аюлар деген терминдер бар еще, сол терминдермен түсіндіреді, ассоциация сол терминдермен қалыптасқан. Енді уровеньді біз сызамыз, жаңағы кіру нүктемізді, шығу нүктемізді және қоятын стоп-лоссымызды анықтау үшін. Енді қараңыздар, мен мына жерде уже определенный картина сыздым, глобальный бойынша. Глобальный. Аптренд, даунтренд, консолидация. Және мына жерге уровеньдер сыздым. Консолидацияның минимумы және мына жерге тағы бір уровень сыздым. Бағам қазір ұмтылып жатыр мына жаққа. Неге мен мына жерге бір уровень сыздым? 114-ге. 110-ға и 114-ге. Себебі, қараңыздар, 110-ға жетпей қалуы мүмкін. Свеча құлап келген кезде мына жерге. Мына жерге құлап келгенде 110-ға жетпей қалуы мүмкін. Себебі мына жерде бізде не ұстап тұр? Аптренд ұстап тұр. Яғни аптренд пен мына жердегі уровень екеуі қиылысуы ең идеальный точка входа болады бізге. Яғни кіру нүктесі ең идеальный. Біз мына жерден кіретін болсақ, біз 134-ге дейін спокойно ұстап отыра береміз сделканы. Қазір есептейміз қанша бізге доллар береді осы жер. Так, біз анализді аяқтаған жоқпыз әлі. Мен просто наперед айтып жатырмын да. Алдын ала айтып кеттім жүда. Қазір енді мен 4 сағаттық таймфреймге өтемін. 4 сағаттық таймфреймге өтемін. 4 сағаттық таймфрейм бұл біздің райондар сияқты ғой. Мысалы, бір қаланың ішінде райондар бөлінеді ғой. Мысалы, Астанада Есилский район деген сияқты бар ғой, Қаратауский район, бізде Шымкентте де Қаратауский район, Туранский район деген сияқты бар да. Яғни сондай райондар бөлінеді.
сол райондардың картинасы сияқты. Бұл локальный картина. 4 сағат 1 сағат дегеніміз локальный картина. Неге бұл картинаны қараймыз? Себебі бұл картинада бізде маркеттер бар. Мынау цветтер бар ғой, қара, көк, қоңыр болып тұрған. Мынау қара біздің маркет. Мына көк постмаркет, автомаркет деп айтылады. Автор деген сөзден шыққан ағылшынша. Яғни бізден кейінгі маркет. Премаркет деген бар, мына қоңыр тұрған, бізден алдыңғы маркет. Яғни премаркет бізде уже бүгін болды. Қазір маркет болып тұр, міне маркет болып тұр. Және бізден кейін қазір түнгі 11-де мынау көк маркет ашылады. Бұл жерде опцион торговать етіледі. Опционның свечалары көбінесе анализға кірмейді. Бізде тек қана премаркет пен маркеттің свечаларымен жұмыс жасаймыз. Енді қарасаңыздар, маркет премаркетте неге қараймыз оларды? Себебі 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 баға тупо бір жерден жабыла салмайды, білесіздер ма? Баға тупо бір жерден жабылады да, и ертесіне тупо бір жерден гіп болып ашыла салмайды ғой. Олар всегда мықты уровеньнен жабылады, мықты уровеньнен ашылады, иә? Байқадыңыздар ма осындай нәрсені? Дейтрейдингтегілер особенно. Вот поэтому бізде маркет пен премаркеттерді қараймыз да, именно премаркеттегі бағалар қай жерден ашылды, яғни уровеньдерімізді дұрыстау үшін. Мына уровеньіміз мықты болып тұр ма? Мысалы, мен жаңа сыздым уровеньдер, солар мықты болып тұр ма? Мен не істеймін? Премаркетте қараймын. Менің мына уровеньім мынаған тиіп тұр, мынаған тиіп тұр, мына екеуіне тиіп тұр, мін тиіп тұр, мін тиіп тұр. Яғни уровень дұрыс деген сөз. Мынаған тиіп тұр, мынаған кішкене тимей қалған, мынаған тиіп тұр, да? Міне. Яғни уровеньге реакциясын қараймыз. Шамдардың уровеньге реакциясын. Егер сіз уровеніңіз дұрыс емес болса, сіздің уровеніңіз мына сызылады, шамдар мына жүреді. Уровень мына сызылады, шамдар мына жүреді. Яғни всегда шамдар бір уровеньнің бойында, бір жіптің бойында қозғалады ғой. Вот поэтому біз осы маркет премаркеттерді ашып қараймыз 4 сағаттық таймфреймде. А 1 сағаттық таймфреймде біз уже тренд анықтаймыз, локальный тренд. Тренд бөлінетінін білген бе едіңіздер? Локальный, глобальный болып. Локальный тренд. Айтып бересіз ба? Қалай ол? Локальный, глобальный секілді. Глобальный деген бағана үлкен картинадағы тренд сыздым ғой мен. Мынау аптренд дедім. Айлықтан алдым бұны, иә? Айлықта сызып алдым аптрендімді. Дұрыс па? Глобальный аптренд. Сосын даунтрендімді апталықта сызып алдым. Дневкада сызып алдым. Құлап келіп жатыр деп. Сосын консолидация сыздым. Енді мына жерде мен локальный тренд сызып тұрмын да, қазір 1 сағаттықпен сызып тұрмын бұны. Дейтрейдингте көбінесе тек мына локальный трендті сызады. Локальный трендті сызады да. И осы трендпен ғана жұмыс жасайды. Яғни соңғы 5-6 күнмен жұмыс жасайды. Ал егер swing трейдингте глобальный картинаны көретін болсаңыз, сіз примерно уже білесіз баға қайда қозғалатын. Например, сіз дейтрейдингпен айналыссаңыз, тек мына жерді ғана қарауыңыз мүмкін да, и баға ұшады немесе құлайды деп қарауыңыз мүмкін. Бірақ бұл картинамыз не болып тұр? Глобальны құлап келіп жатыр. Құлағандықтан бұл әлі қанша күн қалайды? 1-3-4 күн құлайды деген сөз ғой, аптрендке дейін. Сонда мына компания шортта ғой, полный шортта. Бұған уже дейтрейдингте чисто шортқа кіру керек та, лонгқа кіруге болмайды. Вот дейтрейдингте де глобальный картинаны қарамасаңыздар, осындай минусқа кетіп қалу қаупі бар. Яғни тек қана свечаны қуалап отыра беруге болмайды. Енді глобальный тренд біз жаңағыдай апталық, айлық, глобальный картинамен саламыз ғой, бағана айттым ғой, Қазақстанның картасымен,
облыстардың картасымен сызамыз трендтерді. Ал локальный трендті уже микрорайонның мынау районның картасы, 4 сағаттық, 1 сағаттық микрорайонның картасы бар ғой, сондаймен сызамыз. Ал мына уровеньдеріміз бұл примерно Ага. көшелерде болып жатыр. Чичко көже бар ғой. Дейсіз ба соны? Так, Сонда. солай жаттап алсаңыздар болады. Так, ТВХ. Мгм. Түсінікті ма? Локальный тренд, глобальный тренд. Енді қараңыздар. Баға құлап келе жатыр. Келсе мен 114 деген бағадан сатып аламын. 114. Немесе осы жерден тағы бір кішкене уровень сызып қойсам болады. Мына бұрынғы мына фитилер барып келген жер бар ғой. Мына осы жер тоже мықты уровень беріп тұр. 113 деген баға. Яғни 113, 114 деген бағадан мен сатып аламын, потому что осы баға глобальный аптрендке жақын болып тұр. Яғни менің кіретін бағам ТВХ уровеньдерден анықталады. ТВХ 2 уровень сызып қойдым. Мына уровень немесе мына уровень. Глобальный картинада мына уровеньде жақын болып тұр. Яғни $1 келіп просто осы жерде сатып алушылардың күші мықты болса, осы жерден көтеріліп кетуі мүмкін. Тейк ұстаймын сразу 134-ке дейін. Себебі 134-ке дейін апарып береді. Бұл заңдылық. Консолидацияның максимумына бұзуға ұмтылу, это заңдылық. Консолидация минимумнан ұмтылған нәрсе максимумды бұзуға ұмтылады. Мына бағана картина глобальный консолидация етті. Соның қазір астына түседі, сосын төбесіне ұмтылады. Сонда мен тейк профитім 134 болады екен. 134. Енді қараңыздар, стоп-лосс деген тоже бізде уровеньнің астына қойылады. Яғни егер рынокта, қараңыздар, мен анализді жасадым, бағанағы 20%-ке, 40%-ке жеткізіп қойдым. Яғни мен точка входа, точка выхода анықтап қойдым, 40% рискім бар әлі. Енді сол рискті қазір индикатор арқылы қалай анықтауға болады айтам. Сосын соңында риск қоям, стоп-лоссты. Стоп-лоссты қазір айтып кете салайын. Мысалы үшін мен стоп-лосс қоятын болсам, менде глобальный картинада аптренд тұр және консолидация тұр. Осы консолидация мен аптрендтің барып кеткен бағасы бар ғой, мына ең төменгі нүкте. Осы нүктенің астына қоямын мен стоп-лоссты. Стоп-лосс всегда қойылады, себебі қараңыздар, себебі рынокты мен басқарып отырған жоқпын. Рынокты мен басқара алмаймын да. Сол себептен қандай да бір жаман жаңалық болып, мысалы үшін соғыс күшейіп кетсе, қазіргі болып жатқан сондай ситуациялардың алдын алу үшін өзімнің ақшамды қатты рисковать етпей, осындай стоп-лосс қойып қоямын. Қазір осыны есептеп көрсетемін мен сіздерге. Түсініп алған шығарсыздар уже примерно. Міне ТВХ аламын мына бағадан, ұстаймын мына жерге дейін. Ой. Мына жерге дейін ұстаймын. Стоп-лоссты мына астына қоямын деп айттым. Так, мына неге кетіп қалып жатыр, мен түсінбедім. Или ол кетіп қала ма солай?
неде? Variable'да кетпейді, осылай сақталып қалады. Мен анализ көбінесе variableмен жасайтын едім да, мына магнитиктері жоқ па бұның? Яғни табатын болсам $21 табам. Бір штуктан $21. 72 цент есептемей ақ қояйық, $21. Грубо есептей берейік. 21 Себебі 113 немесе 114-тен кетуі мүмкін дедім. 114-тен кетсе $20 болады. Стоп-лоссты қоямын төмен жақ қарай. Мынадан төмен қоямын дедім. $4. Максимально ала берейік, $5. Яғни мен тапсам, бір штуктан плюс $20-21 табам. Ұтылатын болсам, егер анализ дұрыс болмай, бір нәрсе болып, рынок құлап бара жатса, мен бір штуктан минус $5 ғана ұтыламын. Риск менеджмент бойынша қанша шығып тұр? Мен 1/4 шығып тұр ғой примерно. Да? 1/4 шығып тұр. Енді қараңыздар, осыны біз индикатордан қалай анықтаймыз? Сіздердің ең көп қолданатын индикаторларыңызды айтыңызшы, давай. Бір хит индикаторларды айтыңыздаршы. ATR, QQE дейтін сол ма екен? Тағы. Средний диапазон дейтін. Тағы. RSI деген индикатор естіген емессіздер ме? Айжан жазды RSI деп. ATR қоссақ болады, бірақ ATR просто ол бір күнде қанша қозғалатынын ғана айтатын индикатор. Индекс относительной силы, ол жаңағы RSI-міз. ATR бұл акция бір күнде қанша доллар жүреді, соған байланысты ғана айтылады бұны. Мысалы үшін, мына акция бір күнде $5 жүреді. $5 жүреді. Примерно сонда қазір мен 114 деген бағадан сатып алсам, $5-дан $20 алып береді. Примерно 4-5 күнде алып береді маған. Мен идеальный бағадан кіретін болсам, 4-5 күнде уже маған $20 алып береді. ATR деген соны есептеу үшін ғана керек, негізі бензин есептеу үшін ғана. Ал RSI деген индикатор білетіндеріңіз бар ма, жоқ па, білмеймін. Кімді? QQE деген осы RSI мен MFI-ның қосындысы. RSI плюс MFI. Екеуі де бір нәрсеге жауап береді. Сатып алушылар мен сатушылардың күшінің қаншақты екеніне жауап береді. Яғни баға арзан бағада ма, қымбат бағада ма, соған жауап береді. Басқа, мысалы үшін, купить, продать деген индикаторларды алуларыңыз мүмкін, уровень support resistance деген индикаторларды алуларыңыз мүмкін. Барлығы неге жауап береді? Жаңағы біз анықтаған нәрселер бар ғой, мысалы, уровеньдерді анықтайтын, сондай нәрселерге жауап береді. Но оларға 100% сеніп қалуға болмайды. Қазір не үшін екенін көрсетейін. Қараңыз, индикатор дневка таймфреймде не көрсетіп тұр? Баға. Индикатордың өзінің құрылымын айтатын болсақ, міне бұл мына жерде 20-дан 80-ге дейін тұрады. 20-дан 80-ге дейін. И сөйтіп 20-да жүрсе, мына жерлерде жүрсе, бұл төмен баға деп есептеледі. Егер 70-80-де жүрсе, өте жоғары баға. Яғни 20-да жүрсе, 20-30-да бағасы арзан, төбеде жүрсе, бағасы қымбат деп есептеледі. Енді индикатор бізде не көрсетіп тұр? Бағасы арзан бекен, қымбат бекен? Орта бағада жүрді. Орта бағада жүр. Көрдіңіздер ма? Орта бағада жүр, и біз оған не қоя алмаймыз да? Перекупление, перепродажный деп айта алмаймыз осында. Айта алмаймыз. Бағасы қымбат па? Мысалы үшін, сіздерге базарға барған кезде картошканың бағасы 1200 теңге десе, сіз қой дейсіз да? Аройна дейсіз қой, 1200 теңге картошка алмаймын дейсіз. Дұрыс па? Примерно сіз, потому что
максимум 200 теңгелік картошка іздеп бардыңыз деген сияқты ғой. Яғни сіз определенный білетін бағаларыңыз бар базарға барған кезде. Ал акцияларын ашқан кезде сіз бағасы арзан ба қымбат па біле алмайсыз. Ол акцияны пока емес сызып көрмейінше. Дәл сол сияқты любой акцияға индикаторды қосып кіріп кете алмаймыз да, себебі индикаторға бәрібір ол арзан жүр ма қымбат жүр ма, ол любой жерде ақша таба береді. Ол мына дневка таймфреймде қосып тұрмын ба мен қазір индикаторды, тек дневкада ғана көрсетеді. Қазір мен апталық айлыққа қояйын, айлықта былай көрсетіп тұр. Например, біреу 52-де тұр, біреу 61-де тұр. Тоже орта баға. Қай жаққа қарай ұмтылып жатқаны непонятный. Біреу мынау сары төмен қарай ұмтылып жатыр, фиолетовый жоғары қарай ұмтылып жатыр да. Апталыққа қойсақ, тоже непонятный. Вроде бы төмен жаққа бағытталып жатыр, құлап жатқан сияқты, әлі 20-ға дейін, 30-ға дейін құлайтын сияқты деген сияқты. Дневкада жаңағыдай орта бағаны көрсетіп 4 сағаттықта уже төмен, мысалы 30-ның 36-ның маңайында жүр. 1 сағаттыққа барсаңыз 40-47. Қайсына сенесіз, мысалы үшін индикатор? Дейтрейдингтің индикаторлары вообще олар 5 минуттық, 15 минуттықпен жұмыс жасайды. Поэтому индикаторға сенуге болмайды, егер общий картинаны біле алмасақ. Ал біз swing трейдингті индикаторды қалай пайдаланамыз? Біз бірінші общий картинаны анықтап алдық. Мысалы үшін мынандай сияқты ғой. Сіз машинаны көрдіңіз да, бір колесадан бір машина көрдіңіз. Сөйтіп ол машина ұнады. Суреттерін бәрін көрдіңіз, хабарластыңыз, видеосын жіберді. Сөйтіп бүкіл машинаның примерно біліп тұрсыз, ол машинаның қандай екенін, қандай заводтан шыққанын, там японский ма, китайский ма, немецкий ма, барлығын біліп тұрсыз. Примерно ол машинаның сапасын, қанша жыл жаңағыдай пробегі бар, анау мынау деген бәрін сұрап алдыңыз. Бірақтан да соңғы, мысалы үшін, тексеретін моменттер болды ғой, мысалы пробегін айналдырды ма, айналдырмады ма деген сияқты нәрселерді тексеретін болсаңыз, сіз жаңағыдай аппаратты апарып, или тексеретін адамдарды апарып сөйтіп тексертесіз да, соңғы момент, дұрыс па? Оған дейін жасайтын нәрселеріңіз бар. Тура сол сияқты ғой бұл жерде де. Яғни индикатор просто соңғы моментті тексереді. Мысалы үшін апталықта индикаторымыз төмен қарай бағытталып жатыр. Міне, жаңағы мен айтқан нәрселерге сәйкес. Мен айттым, төмен қарай әлі құлау керек, себебі консолидацияны аяқтаған жоқ дедім. Мынау құлап жатыр, яғни 45-тен 42-ге ұмтылып жатыр. Әлі 30-ға дейін баруға шансы бар. 45-тен 42-ге төмен деп жатыр. Дневка таймфрейм бойынша орта бағада тұр. Яғни консолидация жасап жүр ғой, дневка консолидациясын көрсетіп тұр. Ал 4 сағаттық таймфрейм төмен бағада тұр. Неге? Себебі уже қанша күн бойы не істеп жатыр? Бұл құлап жатыр. 4 сағаттық таймфрейм ол 1-2 күнге жауап береді. И 1-2 күн дальше не істеу мүмкін? Көтерілуі де мүмкін мына жерден. Көрсетейін. Міне, 4 сағаттық мынаған жауап беріп тұр ғой, бағанаға, локальныйға. Міне, уже құлақ қойды дейді, уже көтеріледі деп көрсетіп тұр мынау. Көрдіңіздер ме? Құлақ қойды, көтеріледі деп көрсетіп тұр. Біз бірақ бұған сенбейміз, себебі глобальный картинада біздің неміз әлі құлап жатыр. И дальше құлау керек әлі. Қанша? 120-14-ге дейін $6 құлау керек. Яғни бүгін ертең әлі құлау керек деген сөз ғой. Енді 1 сағаттық индикаторда нені көрсетіп тұр? Тоже құлап жатқанын көрсетіп тұр екен. Көрдіңіздер ме? Сонда біздің анализіміз дұрыс екенін индикаторда көрсетіп тұр. Сұрақ қойып жүрсем бола ма екен ATR бойынша? Иә, болады. Қазір 120-да тұр ғой да баға. Ана 5-те 70 деп тұрды бір күндік несі ATR. Сонда примерно бүгін 115-ке дейін түседі деп айта аламыз ба біз оны? Жоқ, айта алмаймыз. ATR себебі мысалы бір күндік бензинға жауап береді.
Бірақ бұлар бір күндік бензинді бір күнде жүріп тастауы да мүмкін, жүрмеуі де мүмкін. Ол бағанағы жаңалықтарға байланысты. Ол мысалы үшін кеше ФРС-тің жаңалықтары болды, 2 күн баға қысылды. Міне, уже мына жерде баға қысылып жүр, иә? Так, мына жерде қанша жүрген? Есептейік. $4 жүрген. Кеше қанша жүрген? Мына жақтан мына жаққа дейін. $2,5 жүрген. Көрдіңіз ба? Яғни сіз олай айта алмайсыз точно, типа сөйтіп жүріп тастайды да бүгін алып береді деген сияқты. Олай айта алмайсыз. Өздерінің жүретін темптары болады. Бұл акциялар негізі көбісі иногда жай жүріп консолидацияның кезінде жай жүріп сосын резко лақтыруы мүмкін. Консолидацияда жүріп резко ұшыруы мүмкін. Яғни бұлар құлау үшін, ұшу үшін жаңалық күтіп жүреді ғой негізі. Міне мына жерде былай резко ұшып кеткен. Неге ұшып кеткен? Себебі мына жақта консолидация жинақталған ғой, міне. Қазір былай сызып көрсетші. Міне. Мына жерде 5 АТР отработка жасады, иә? АТР. Яғни бір күндік бензинді пайдаланды. Бірақ мына күні пайдаланған жоқ. Бензин мына күні пайдаланған жоқ. Бензин мына автомаркет, примаркетте де пайдаланған жоқ. Алдыда осы мына жердегі бензин, қалып кеткен бензиндердің бәрін бір күнде расходовать етіп тастады мына жаққа қарай. Яғни бір күнде немесе 3-4 күн тоқтамай өсіп кететін кездер болады. Сол үшін ғой бағана айтып жатқаным, примерно 4-5 күнде апарып береді деп. Міне мынау жинақтап келіп жатыр да, мына жерге құлады, жинақтап, сөйтіп 114-ке келген кезде, немесе 113-ке келген кезде резко ұшып 2-3 күнде апарып бере салуы мүмкін. 134-ке. Сол сияқты ана бензинге ғана рассчитывать етіп қалуға болмайды. Главное, анализіңіз дұрыс болса, стоп-лосс, тейк-профит қоясыз, спокойно отыра бересіз. Так, осы менің стратегиям осы. Базовый стратегия, дәл осы стратегиямен любой рынокқа кіре беруге болады. Дейтрейдингке де кіре беруге болады. Дейтрейдингтің стратегиясы вообще оңай ғой, вообще оңай. Мен баяғыда бірінші үйренген кезде негізі дейтрейдинг үйренген ғой. Дейтрейдингте міне былай ашады да, глобальный картина ашады да, не белгілейді, только примаркеттің ашылу бағасы гэпті белгілейді. Гэпті белгілейді міне. Ой, примаркет мына жерден ашылған. Мына жерден ашылған. И кешегі цена закрытияны белгілейді. Мына жерден жабылған. Сөйтіп, примаркет high-low белгілейді. High-low. Yesterday high-low белгілейді. Yesterday high-low. Сөйтіп, все. Осыны сат, и ключевой уровеньдер сызу мүмкін. Ары кетсе ключевой, например, мына баға деген сияқты. Ключевой, мына баға. И астынан бір ключевой уровень сат. Сөйтеді да, рынок ашылған кезде осы бағамыз қай жерде тұр? Например, 5 минуттық таймфреймге барайық. Рынок ашылған кезде. Баға қай уровеньнен басталды? Бағана примаркеттің ашылу бағасынан басталды. Резко ұшып кетті да, сол бағадан барды, yesterday high ма, примаркет high ма, соған барды да. Примаркет high ма, соған барды да, құлады. Құлады, келді, yesterday lowға келді да, yesterday lowды бұза алмайды, қайтадан істеп өсті. Мына жерде бір уровень бар екен, тоже мен жаңа қалдырып кеттім. Yesterday low, жаңа примаркет high, yesterday highlарды кішкене дұрыс сызбадым ғой деймін. Соған келді, қазір не істеп жатыр? Қайтадан бағана гэповый уровеньді бұзбақшы астыға қарай. Соны бұзса қайтадан мына жерге келеді. Яғни бір күн бойы өстіп жүреді бұл, осылай жүреді. Мына жерден $2-3 ұстау ерунда, вообще ерунда. Егер не жүретін болса, особенно Tesla деген акциялар сияқты бір күнде $12 жүретін акцияларға $2-3 ұстау деген вообще оп-оңай. Просто дейтрейдинг харам болғандықтан айналыспаймыз. Күніне сонда бір 10-15 рет покупка жасап жүре бере ма? Шектеу жоқ. Иә.
Сіз глобальный swing трейдинг білетін болсаңыз, дей трейдинг сізге вообще оп оңай болып қалды. Бір сделкадан, жаңағы бір акциядан бірнеше рет кіріп шыға беруге болады да. Мына жерде мысалы үшін шорт жасайтын болса, тем более. Сол, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Ұнады ма сабақ? ұнады. Мына не сақтала ма екен, эфир? Эфирді сақтап жатырмын, иә. Күнде өтіп өтсіз бе сабақты, қалай болып отыр екен? Жоқ, мен пока аптасына бір ақ рет өтіп жатырмын. Себебі өзімнің лайф разборларым бар, өтетін аптасына 3 рет. Беретін сигналдарым бар, өзімнің шәкірттерім бар. Ондай күнде өтуге возможность жоқ та. Сол үшін енді білімнің ақысы ретінде, оның үстіне адамдар халал трейдингке көшсін. Енді бұл жақтан да ақша табуға болады ғой, просто жаңағыдай күнделікті эмоцияға беріліп емес, кәдімгідей саналы түрде, сапалы түрде табыс табуға болады, Аллаға тәуекел етіп. Сондықтан осы нәрсеге көшсін деген мақсатта. Так, келесі поток уақытысын қоймадық, әлі қыздарға жазып білесіздер ғой. Қазір мен осы потокты осы понедельниктен бастағанмын, сол потокпен сабақ өтіп жатырмын қазір. Келесі потоктың уақытысын білмеймін, пока қоймадық. Рахмет, Алла баршамызға разы болсын. Иә, иншалла, ненің уақытысын ғана қойдық біз. 9 майда Шымкент қаласында, егер Шымкент қаласынан болсаңыздар, мастер-классқа келуге болады инвестиция бойынша. Қазақстан акцияларына қалай инвестиция жасауға болады, Америка акцияларына қалай инвестиция жасауға болады. Именно қандай, неге жасауға болады, сигналдар беремін. Шымкент қаласында болған туысқандарыңызға хабарландырып айтсаңыздар болады. Қашан болады ол ұстаз? 9 майға деп жоспарлап отырмық. Жақсы, Құдай қаласа әрекет жасаймыз. Мастер-класс бағасы 10.000 ғана теңге, 10.000 теңге, бірақ күшті мощный ақпараттар айтамын. Осы Қазақстан акцияларында көрсетесіз осыны? Иә, Қазақстан акцияларында көрсетемін. Именно халал акциялар, Қазақстан акцияларын көбісі білмейді ғой, халалдарын тем более жатамайды. Және қайсысын алуға болады деген сияқты. Қазақстан акциялары алған жақсы инвестицияға, особенно балалар үшін инвестиция жасап қойған жақсы. Себебі налог төлемейсіз акцияларға, жылына 2 рет дивиденд береді, акциялардың бағасы арзан, 600 теңге, 1.500 теңге деген сияқты. Соғұрлым 1.500 теңге, 600 теңгені магазинге де құртып жатыр қой. Одан балалардың болашағына сақ қойсаңыздар, өте жақсы инвестиция болады. Күнде саламасаңыз, аптасына 1 рет салып қойыңыз деген сияқты ғой. Менде сұрақ бар еді, қойып жіберсе болады екен. Иә. Бізде көбісі Америка биржасымен жасайды ғой да, сауданы. Иә, трейдингті Америка биржасымен жасайды, себебі Америка биржасы тез қозғалады. Қазақстан биржасында ондай сатып алушы, сатушылар жоқ қой, көлем жоқ та, объем. Яғни рынокты қозғалту үшін көлем керек. Одан кейінгі орындарда қандай? Германия дейтіндер кіре ме екен мысалы? Көп адамдар кездестірдім, Германияның рыногымен сауда жасаймын. Иә, Германияның рыногы бар, Қытайдың рыногы бар, бірақ Қытайдың рыногына кіру қиын екен, себебі Қытай не допускает артық адамдарды ше. О жаққа кіру қиын екен, шамалы зерттеп көрген едік. Білмеймін, мысалы үшін Дубайдың, иә, Араб Әмірліктерінің биржасы енді ашылып жатыр. Одан кейін тағы қандай биржа еді? Германия биржасында кеше Трамп бітшін шығарды ғой, бір сөзі арқылы. Ана бір германский бір неге бар еді ғой. Соған ответный жауап айтамын деп, сендер дамып жатқан жоқсыңдар, өсіп жатқан жоқсыңдар, рыноктарында өсіп жатқан жоқ, экономикаларында өсіп жатқан жоқ деп айтқан еді, бітті ғой. Германский рынок полный құлады.
сол Трамптың сияқты. адамы әлі келмеді ғой да ол басшылыққа. Майда келеді. Кеше Фрейс Паулдың соңғы несі болды, бірақ Паул айтты, мен әлі кетпеймін, конгресс мүшесі болып қала берем деген сияқты әңгімелер айтты. Енді процентный ставканы түсірген жоқ, бірақ түсірмейді деп күтті трейдерлар, инвесторлар түсірмейтін шығар деп күтті, сол сияқты түсірген жоқ, уже 8-ші рет түсірген жоқ. Инфляция болады деді. Так, Кевин Уорш келсе, Кевин ол кімнің адамы? Трамптың адамы негізі. Трамп ұсынған, бірақ ФРС-тің мүшелері толық Кевинді әлі қабылдаған жоқ. Біздегі сияқты парламент бар ғой, ол жақтың парламенті, получается, конгрессі Кевинге келісіп отқан жоқ 100%. Сол себептен Кевиннің отырмауы белгісіз болып тұрған еді, бірақ кеше Кевин келесі мен орныма отыратын Кевинге сәттілік тілеймін деп бір сөз айтып кетті, и соған байланысты типа Кевин болады деген сияқты ақпарат өте көп шығып кетті. Кевин болса, бізге бір плюсы, ол Трамптың адамы, ол рынокты жақсы білет, қатты шайқауы мүмкін. Екінші плюсы, ол биткоинді жақсы көреді. Биткоин қазір енді даунтренд бұзып шықты, поэтому биткоиннің акцияларына кіруге күшті мүмкіндік бар. Себебі биткоин өзі волатильный болғандықтан оның акциялары да волатильный қозғалады. Халал акциялары аз, но все равно біз сауда жасаймыз сонымен. Сондай плюстары бар. Енді бүкіл нәрсе хайырлы ғой біз үшін. Еш нәрседен минус іздемейміз. Анау не дейді? Тағдыр саған лимон лақтырса, лимонад істеп іш деген сияқты. Трейдингті бір біліп алсаңыздар, одан кейін ол білімді миларыңыздан ешкім шығара алмайды. Любой рыноктан табыс таба бересіздер ғой. Біздің пәтуа биткоин бойынша өзгеру мүмкін, иә. Кеше Тоқаевтың жаңалықтарын көрдіңіздер ма? Биткоинді сатып алу бірдеңеге байланысты приложение бірдеңе шығарып жатыр ғой. Бізде КМДБ пәтуасы IOFI стандартының 3 пәтуасының біреуін, яғни биткоин харам деген пәтуаны қолдап отырған еді. Енді соған байланысты пәтуа өзгеру мүмкін деген сыбыс бар. Акцияны осы TradingView'дің өзінен табамын. КМДБ халал емес деп тұрса да, халалды есептейтін адамдар бар ғой да, жеке пікірінде. Жоқ, IOFI стандартында бар ғой пікірлер. IOFI-дегі енді кейбір ғалымдар халал деп есептеген емес пе да? Иә, өткен сабақта айттым оны. Қазір сол сабақтың ссылкасын беремін, соны көріңіз. Есептейтін де адам бар, есептемейтін де. Яғни ғалымдардың пікірі просто 3-ке бөлініп кеткен ғой. Сабақ сақтап жатырмын, иә. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, сабақты аяқтайық. Ұнады деген үміттемін. Пайдалы болсын. Аптасына 4-ші күн жасайсыз ба дейді. Четверг, пока осы четверг қана бос болып тұрмын, содан кейін четверг жасап жатырмын. Особенно четверг андай ғой. Четверг уже шамнан кейінгі уақыт жұмаға кіріп кетеді, жұманың садақасы болсын деген ниетте сөйтіп жасап жатырмын. Көрмейсің ба? Рахмет. Ақерке ханым. Әкеңе звондаймын қазір. Аха, жарайды. Сабақ бітіп жатыр ма? Ақерке ханым. Иә, айта беріңіз. Ассаламалейкум. Уалейкум Осы ассалам. жерде бір нәрсе сұрап кетсем бола ма жаңағы? Иә. Ілімнің садақасы ретінде деп өзіңіз солай бөліскіңіз келіп тұр ғой. Мен негізі сіздің шәкіртіңізбін, оқып жүрген. Оқыдым, то есть марафоныңызда қатысқам. Бірақ сабақта кішкене шикілік болып тұр, анау привязкада кішкене соны меңгере алмағандықтан ары қарай алып кете алмай жатырмын ше. Уақытыңыз болса, или келесі сабақта ма? Осылай түсіндіріп бере аласыз ба? Жарайды, маған жеке жазыңызшы. Рахмет, Алла разы болсын. Аха, Өте қуаныштымын. Жақсы, рахмет. Менде жеке онлайн, офлайн кеңес бар, разбор бар. Только офлайн разбор ер адамдарға өтпеймін.
жеке, тек айыл адамдарга. Онлайн ала берүүгө болот ер адамдар. Жарайт, мен ана жакта бала шагам шакырып атыр. Аяктайык иншалла. Сурактарыңыз болсо чатка кимдер кыздарга жаза бересиздер го. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.